Армысыздар қазақ елі, сіздермен бірге сендегі олжа арнасы. Бүгінгі көрсетілімде Қытай Халық Республикасы әскери қуаты жағынан қаншалықты басып озды? Ресей Федерациясының күші әлі де қалыпты ма? Егер соғыс болған жағдайда не болады? Бұл сұрақтардың жауабын алдағы видеороликтерде талқылайтын боламыз. Сөздің төркіні Қытайдың Ресейге шабуыл жайында ғана емес, соғыстың болу-болмау қаупінде, дайындық деңгейлерінде болып отыр. Күнбатыс елінің қаншалықты экономикалық мықты дамушы ел екенін оны бәріміз білеміз. Олардан шыққан Қытай тауарлары, шикізат, тағы да басқа Қытай тауарлары бүкіл әлемнің қажеттілігіне өз саудасын дөңгелетіп жатқан көрудеміз. Сол Қытай Халық Республикасының саудада ғана емес, әскери күш-қуаты жағынан да біраз паш еткенін білерміз. Әлемдік нарықты есептеп қарасақ, Ресейдің қару-жарақтарының үлесі 25% құраса, ал Қытайдың үлесі одан 10% төмен. Алғашқы бірінші орында ақш 33%-бен құрап отыр. Стокгольмдегі бейбітшілік зерттеу институтының сарапшыларына сәйкес, алғаш рет Қытай компанияларының қару-жарақ өндірісін талдай алды. 2018 жылы Қытайдың 4 компаниясы Ресейдің 10 ірі бәсекелесінің 16,4 миллиард долларға көп қару сатқаны белгілі болды. Нәтижесінде Қытай әлемдегі қару-жарақ өндірісі бойынша ақштан кейінгі екінші ел болды. Осылайша CPRI деректері бойынша Ресей қару өндірісі бойынша әлемде 3-ші орынға түсіп кетті. Желтоқсан айында институт 2018 жылы ресейлік компаниялардың сатылымы 36,2 миллиард доллардан деңгейінен түсіп кеткенін хабарланды. Бұл әлемдегі барлық тауарлардың 8,6%-ын құрады. Ал енді әскери күш-қуаттарын салыстырсақ, біріншіден, бұл соғысқа 830 мың ресейлік қосымша 2 миллион қосалқы құрам, 2,5 миллион қытайлық қосымша 2 миллион 450 мың қытайлық әскер қатысады. Ресей әскерінің жұмсақ қаражат мөлшеріне сәйкес 60 мың рубльді құрайды, ал Қытайдікі 500 мыңдай. Қытай Халық Республикасы жер бетінде соғыс ашса, 6460 танк, 4008 брондалған әскери көліктер, 1700-ден өздігінен жүретін артиллериялық қондырғы, 6264 тартылған артиллериялық құралдар, 1770 ракеталық қондырғылар соғысқа аттанатын болады. Ал Ресей үкіметі Қытай әскерлерінің 20.216 танкі, 32 мыңға жуық брондалған әскери көліктер, 6000 өздігінен жүретін артиллериялық қондырғы, 4600 тартылған артиллериялық құралдар, 4000 ракеталық қондырғылар қарсы алады. Қытай әскері Ресей әуе кеңістігінен шабуыл жасаса не болады? Ол үшін Қытайды 3000 ұшақ, 206 әскери тікұшақ, 1385 шабуыл ұшағы, 1270 жауға қарсы әуе ұшағы, ал Ресейде 3800 ұшақ, 500 әскери тікұшақ, 1440 шабуыл ұшағы, 806 жауға қарсы әуе ұшағы. Ресей әуе әскері әлемі бойынша бірінші орында. Қытай теңіз арқылы шабуыл жасаса не болады? Қытайда бір әуе кемесінің тасымалдаушысы, 68 суасты кемесі, 51 фрегат, 35 жойғыш, 35 корвет бар. Ресей елінде бір әуе кемесінің тасымалдаушысы, 63 суасты кемесі, 6 фрегат, 15 жойғыш, 81 корвет аттанатын болады. Ал ядролық қарулар ше? Ядролық жарылғыш заттар жағынан Қытай Ресейден 6,5 есеге аз. Нақтырақ айтқанда, Қытайда 270, ал Ресейде 1765 ядролық боезаряд бар. Жоғарыда айтылып өтілгендердің барлығы жай ғана бір сан ғана болып көрінеді, бірақ та Құдайдың өзі сақтасын. Дәл қазіргі сәтте жер шарына мұндай 20 ғасырдың кесапаттарының бірі керек емес. Барша алты құрлықты қазіршілікте жайлап жатқан Қытай елінен шыққан коронавирустың өзі жетіп артылады. Сіздің ойыңызша, екі мемлекеттің ортасында бір күні ос шығып жатса, соғыс болса кім жеңеді? Өз пікіріңізді комментарийға жазып кетіңіз. Арнада видеоларымыз ұнаса лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі видеода көріскенше аман сау болыңыздар.